Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбедегі дару жарығы офтальмологиялық орталығының жұмысымен танысты. Дәрігерлермен жүздескен елбасы олардың жұмысына оң бағасын берді. Солтүстік Қазақстан облысындағы жедел жәрдем қызметінің мамандары алғашқы көмек көрсетуде пайдаланатын жаңа техникамен танысты. Ресейден келген мамандар жаңа құрал жабдықтардың қыр-сырын түсіндіріп берді. Қарағандыдағы арматура өңдеу зауыты Атырау облысындағы газ құбырының күрделі жөндеуіне арнайы шар крандарын жеткізетін болады. Осыған байланысты мамандар арнайы меморандумға қол қойды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбедегі дару жарығы офтальмологиялық орталығының жұмысымен танысты. Дәрігерлермен жүздескен елбасы олардың жұмысына оң бағасын берді. Дару жарығы орталығына жеткен президент өзімен жүздесуді асыға күтіп тұрған дәрігерлермен әңгімелесіп, емхананың жай-күйін сұрады. Нұрсұлтан Назарбаев дәрігерлерден алыстан немесе жақыннан көру мүмкіндігін қалай қалыпқа келтіруге болатынын сұрап білді. Онда не оны жасамайды жасамайды. Плюс-минус орнына келтіретін болса. Бірақ кейбір кездерде түгелін реттемесе де, бірақ жақында неге жазуға дайын қылды. Мысалы, үлкен болса, жарымға дейін азайта ма? Ашылғанына 1 жыл болған дару жарығы орталығында бүгінге дейін 1500 күрделі ота жасалып, көздің түрлі ақаулары емделген. Орталық америкалық, жапондық, германиялық заманауи техникалармен жабдықталған. Дәрігерлер шетелдік курстардан өтіп, жабдықтарды пайдалануды толық меңгерген. Орталықтың басшысы Ғалымжан Елеуовтың айтуынша, мұнда мемлекеттік портал арқылы тегін емделуге болады. Жақсы, очень хорошее, великое оборудование. Многим людям окажете большую помощь. Желаю успеха. Ақтөбеде жыл сайын 2000-дай ота жасалса, Қазақстан бойынша 1 миллион адам көз дәрігерінің көмегіне жүгінеді екен. Орталықты аралап көрген елбасыға Ғалымжан Елеуов дару орталығының баламасын Астанада тұрғызуға ұсыныс тастады. Макетті тамашалаған Нұрсұлтан Назарбаев жобаны қысқа мерзімде жүзеге асыруға тапсырма берді. В городе Астане реализовать первый национальный реабилитационный центр в Казахстане по инициативе Министерства здравоохранения. Детский и взрослый. Реабилитация в Казахстане сейчас очень нужна. Реабилитация после чего? После инсульта, после инфаркта, после ДТП, операции на позвоночнике, детям после детского церебрального паралича. Через жылда после вашего одобрения. Давай. Астанада бой көтеретін дару ұлттық медициналық оңалту орталығы 350 адамға шақталып салынады. Оның 100-і балалар үшін. Құрылысымен түркиялық компания айналысады. Қанша қаражат жұмсалатыны әзірге белгісіз. Батыстағы жалғыз нысан дару жарығы орталығын аралап көрген елбасы офтальмологиялық кабинеттердің жұмысына оң баға беріп, 2014 жылы басты орталыққа келген есіне түсірді. Дару жарығынан қазір тек Ақтөбелік емес, батыстағы бірнеше өңірдің тұрғындары шипа тауып жүр. Солтүстік Қазақстан облысындағы жедел жәрдем қызметінің мамандары алғашқы көмек көрсетуде пайдаланатын жаңа техникамен танысты. Ресейден келген мамандар жаңа құрал жабдықтардың қыр-сырын түсіндіріп берді. Денсаулық сақтау саласындағы басты басымдылық алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамыту екенін президент те атап өтті. Осыған орай медицина саласында заманауи құрылғыларды қолдану, жергілікті емханаларда жетілдіруге баса назар аударылуда. Облыстық жедел жәрдем қызметкерлері, реаниматологтар мен фельдшерлеріне Германияның Ваймен компаниясында жасалған алғашқы көмек көрсетуге арналған құрылғы көрсетілді. Ресей дәрігерлері бұл техниканы өз тәжірибесінде белсенді пайдаланып келеді дейді Санкт-Петербург солтүстік шығыс университетінің жедел жәрдем кафедрасының доценті Андрей Ершов. В России эти аппараты широко используются. Ресей медицинасында аталмыш құрылғыны пайдаланып жүргенімізге 10 жыл болды. Бұл құрылғы көп функциялы, біраз жылдар бойы қолдануға болады және жұмысына толығымен сенуге болады. Жұмыс түрлі санаттағы аурулар мен дәрігерлердің қолдануына ыңғайлы және жасанды өкпені жеңілдетуге болады. Мамандардың айтуынша аппараттың бағасы 15 миллионнан 30 миллион теңге аралығында тұрады екен. Өкпе реанимациясына арналған құрылғыны Астана, Алматы және Көкшетау қалаларының ақ халаттыларына ұсынылып үлгерген. Заманауи аппаратты осындай шеберлік сағаттары арқылы өңір дәрігерлері мен фельдшерлеріне ұсыну. Оның мүмкіндіктеріне тоқталу арқылы медицина саласының алға басуына әкеледі дейді облыстық жедел медициналық орталығының бас дәрігері Мамадияр Байғұлов. Шаруалар болып атқан нәрсесі ол жүрек өкпе реанимация туралы, оның жабдықтары, аппараттары,
Біріншіден олар көрсетуге бізге алып келді. Бір жағынан бізде көруіміз керек, бір жағынан олар мастер-класс сияқты бізге үйретуге келген. Ол мен ойлаймын әрдайым жұмыс істеп жүрген адамға ол жаңағы әрдайым көп болса соғұрлым жақсы дейді ғой. Жүрек өкпе реанимация дейді, өзі өте қауіпті нәрсе. Ол кезде жабдықтар жақсы болса, ол жаңағы адамның өмірінің де жақсы. Қаланың мына жедел жәрдем көліктерінің бірі 2007 жылы сатып алынған. Бүгінгі күні қала тұрғындарына жемісті қызмет көрсетіп келеді. Қазіргі бағасы 65 миллион теңгеге дейін барады екен. Оснащена всем необходимым для оказания экстренной помощи. Бұл автокөлік жаңалардың қатарында. Ішінде науқасқа шұғыл медициналық көмек көрсетуге барлық мүмкіндіктер жасалған. Мұна ауа аппараты жасанды өкпені желдетуге арналған құрылғылар, ЭКГ түсіруге арналған кардиометр. Қала бойынша 23 жедел жәрдем көлігі жұмыс істейді. Бір уақытта 11-12 қоңырауға шыға алады екен. Қарағандыдағы арматура өңдеу зауыты Атырау облысындағы газ құбырының күрделі жөндеуіне арнайы шар крандарын жеткізетін болады. Осыған байланысты мамандар арнайы меморандумға қол қойды. North Caspian Operating компания NV Атыраудағы ең ірі мұнай кен орны Қашағанда орналасқан. Бұл компания отандық өнімдерді қолдап, ресурстарды барынша пайдалануда. Бұл мақсатты жүзеге асыруда осы уақытқа дейін $14 миллиард қаржы жұмсалған екен. Айта кету керек, Қарағанды кәсіпорындары да өз өнімдерін ұсынуда. Ежегодно мы у себя в области. Жыл сайын облысымызда жергілікті өнім үлесі 100 миллиард теңгені құрайтын келісімшартқа қол қоямыз. Биылғы жылы жоспарды іске асырамыз деп ойлаймын. Бірінші рет 104 миллиард теңгені игердік. Экономикалық аймақты алатын болсақ, Бемер компаниясы алғашқы инвестор болып табылады. Қарағанды облыс әкімдігі мен мұнай газ компаниясы өкілдері арасында жергілікті қамту меморандумына қол қойылды. Аталмыш құжат өзара серіктестікке жаңаша леп беретіндігін және тәжірибенің басқа аймақ әкімдіктерімен назарға алынатынын айтты. Эта работа проводится. Бұл жұмыстар әртүрлі бағытта толық көлемде жүзеге асырылуда. Ең бастысы біз жеткізушілерді дайындауымыз керек. Біздің талаптарымыз бен қолданатын стандарттарымызды олар білу қажет. Ол үшін біз арнайы барып эксперттік баға береміз. Керек болған жағдайда мамандарды біліктілігін арттырып, сертификациялауға да көмек береміз. 2019 жылы мұнай және газ өңдеу зауытындағы күрделі жұмысқа Бемер Арматурен Қазақстан фирмасы 225 шар кранын жеткізетін болады. Осы мақсатта қос компания өкілдері екі жақты келісім шартқа қол қойды. У нас последняя поставка, по-моему, в марте. Соңғы жеткізу жұмыстары наурыз айында болады. Жеткізуді басқа да тапсырыспен санағанда 3-4 айда аяқтаймыз. Қазір ыңғайлы жұмыс түріне көштік. Бұл бізге уақыт тапшылығын тудырмайды. Сапалы жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Айта кету керек, 2016 жылы North Caspian Operating компаниясына Қарағанды облысынан 30 тауар өндірушіден құралған делегация барған болатын. Сол уақытта осы ынтымақтастықтың негізі қаланған еді. Жұмыс қорытындысы бойынша Атырау мұнай газ компаниялары Қарағанды өндірушілермен жалпы құны 11 миллиард теңгені құрайтын келісім шартқа қол қойды.